Оралхан Бөкей апамның астауы. Ол кезде мен бала едім. Апам жастау еді. Әке-шешеміз қиыр жайлап, шет қонып, мал соңында жүретінде. Айында жылында ғана болмаса, бет жүзін үнемі көре бермейтінбіз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелді бейбіт тірлігі жар жағасында отырған жалғыз үй әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі, шатырланбаған, тоқал ағаш тамның манайы, қысы-жазы жыбырлаған, айғайлап шулаған балалардың базарына айналады. Біздің үйден тас лақтырым жерден арқырап ағып жатар ағыны қатты бұқтырма. Жаз шыға суға шомылған, қыста сырғанақ тепкен, баланың жер көкті шар құрып шарласа таба алмас, қызыққа толы мекен еді. Тон боп қатқан пимасын, сүңгілесе су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіреді. Сонда апам менің ғана емес, мұқым-ауыл балаларының абзал анасы сықылданады. 15 жасыма дейін апамның қойнына жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай бүліктеп құлында еріп ержеттім. Сол кісімен жүрсем, мал сойған үйдің құлағы, тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиеді. Мен ол кезде апамның өмір тарихын, тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерге марқайып манар едім. Бүгінде көз алдымда арық ашан кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ерні мен иегін күйік шалып, тыртықтанған әдемі ажар. Кимешігінен дудырап шығыңқырап жүретін ақ шалмаған қара бұйра шаш қана. Менің көз алдымда қандауырын қайрап, басының қаны тасыған, еркек ұрғашының кеудесіне мініп, арам қанын ағызып тұрған, немесе тері елеп, көн тігіп отырған, жүн түтіп, арқан ескен, жіп иіріп, алаша тоқып, оюлап сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазақ әйелі не істеу керек болса, түгел қолынан келетін апам. Қазақ әйелінің ғана емес, ер азамат атқарар істі қаранардай қасқая көтерер апам. Жаз шыға бәріміз әпкелерімді айтам. Апам есіп берген жіпті алып, тоғайға, отынға аттанатынбыз. Бір арқа отын көтеріп, ең алда апам, содан кейін құндыздай шулаған біздер күліп ойнап келе жатар едік. Ол шақта қыстық шөпті де ала жаздай арқалап тасып, қораны маяға толтырып қоятынбыз. Қысқы соғыммен ұн ғана әке-шешеміздің мойнында. Огород шұрқыраған қас-тауық, 2 сиыр мен ұсақ малымыз бар. Ол кісілерге зиянымызды көп тигізбейтін едік. Шынымды айтсам, тіпті бізді ғана емес, ертеректе әкемізді, оның іні қарындастарын асыраған апамның теректен ойып жасаған келісі мен ескі астауы еді. Осы келі мен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті төркінінен ала келген аса қымбат заттары болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуы да қызық. Кейде, әсіресе қазіргідей қараша туа, темір пешке отты маздатып жағып тастап, пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкеленген қоңыр үйде отырып апамның әңгімесін тыңдайтынбыз. Тегінде ол кісі әңгімеге саран, көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, қақ соғы жоқ, инабатты, жуас адам еді. Дүниеде өсек аян, құлық сұмдықты білмейтін, не болмаса тірі пенденің бетіне әй, сен сондайсың деп қарамаған, немесе тірі пендеге тілі тимеген, жарықтық ораза намазы бұзылмаған, таза да тәкаппар әйел еді.
Бала кезімізде байыбына барып бағымдық па? Бізді қойып бүкіл ауыл аймақ, тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел, тұрмыстық салттық өмірдің этикалық, этнографиялық, тіпті археологиялық байлығынан айырылғанын білді ме? Қазір ойлаймын, егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісмерліктің қолөнер институтын немесе фабрикасын ашып, менің апамды бастық сайласа, тұтас бір 10 саусағы өнер ұрпақ дайындап шығарар еді. Иә, ол кісі тірі кезінде ешкім елеп ескермеген алтын қолды құдіретті әйел еді. Қазақта осыншалық мықты, осыншалық ақылды, ұлы әйелдер болғаны қандай жақсы. Бірақ біздер 20 ғасырдың азаматтары көп ретте осындай асылымызды байқамай айналып өтер едік. Айырылып қалған соң ғана айы өтіп, сан соға өкінер едік. Өзгені қойып, мықтымсып жүрген мына менің өзім, сол апамның тірі кезінде неге ғана бәрін кейіс басып, үй тігуді, арқан есуді, тері илеп өңдеп киім тігуді, алаша тоқып, өрнектеп сырмақ тігуді, саба сүйретпе, торсық істеуді тәптіштеп жазып алмады. Енді міне, қолымызды мезгілінен кеш сермеп отырғанымыз. Енді міне, бұзауы өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп, жыртық астаудан апамның алақанын, апамның қауыздаған талқан тарысын іздеп тамсанып отырғанымыз. Білем, жер көкті шарлаған қорқытта ажалдан қашып құтыла алмаған. Білем, мың жасаған Лұқпан хакім де өлмеудің, өлтірмедің амалын таба алмаған. Адамзат өлу үшін туарын. Бәрін білем. Құдай-ау, мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апам сынды адамдарды жер басып жүрген кезінде неге ардақтамадық, неге бағаламадық? Хан көтеріп, пір тұтудың орнына шікірейіп жүріп, өлтіріп алдық. Егер олар ортамызда жүрген шағында ардақтап, әр сөз, әр ісін жоқ дегенде үйреніп үлгерсек, өлмегені ғой. Өлтіргеніміз ғой. Ал біз тірі кезінде ақ өлтіріп аламыз. Қазір апам жоқ. Қара жер қойнына алған. Былтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ. Арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астауда қансып қалды. Әне, қансып итаяқ болып қалды. Әне, апам ала кеткен жоқ. Иә, сонымен қараша туа от маздатып, қарағайдың шайырын жалман-жалман шайнап, екі бүйірі жон арқасы нарттай қызарып кеткен темір пешке шырт-шырт түкіріп, шыжылдатып отырған тамам баланың ортасында қарқарадай қасқайып отырар апам менің қап-қара болып тілімі шыға жарылған аяғыма қаймақ жағады. Қаймақ тиіп удай ашығанда шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапанындай алқақ отан жайғасқан немерелерін айналып, толғанған әжемнің тек қарашада қылаулап алғашқы қар жауғанда ғана айтар әңгімесі ағыл-тегіл. Оның ақылы жүздеген ұстаз бен мың сан мектептен артық. Тәрбие деген ұғымның асқаралы, таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік? Дүние жүзінде апамның қойнынан аңқып шығар әжелік иістен жағымды не бар екенін жалғанды. Бұл жалғанды картопты тіліп жіберіп, қызара бөрткен темір пешке қарып жегеннен дәмді не бар ау? Бұл жалғанды қас қарая малды жайғап келіп, апамның айналасында тырайып жатып, әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табыла ма? Қайта айналып келер ме?